Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. ОДКБ атты әскери ұйымға қазақтар бұрыннан бері қарсы еді. Ал қаңтарда олар біздің жерімізге кіріп, жүздеген қазақты қырып, өлтірді. Ал енді Ресейден ешкім қорықпайтын болғасын, ұйым ыдырап кетіпті. Бұл туралы Қырғыз президенті астарлап хабарлады. Сүйінші үшін лайк қоюды ұмытпаңыз. Қырғызстанның қорғаныс министрлігі оқушы әскерлерінің 10-14 қазан аралығында өтетін мызғымас бауырластық 2022 әскери оқу жаттығуларының тоқтатылғанын хабарлады. Ведомстводан бас тарту себебін айтқан жоқ. 26 қыркүйек пен 8 қазан аралығында оқушы бітімгершілік әскерлері Қазақстанда өзара іс-қимыл 2022, поиск 2022 және эшелон 2022 оқу жаттығулар сериясын өткізіп үлгерді. Әскери қызметкерлер, оның ішінде Ресей мен Беларусь қатысушылары, сол кезде Қырғызстанға баруы керек еді, бірақ енді олардың өз елдеріне оралатыны хабарланды. Жаттығулардың тоқтатылуының бір себебі Қырғызстан мен Тәжікстан шекарасындағы жақында болған қақтығыс. Екі жақтан да қақтығыстар кезінде бірнеше жүз адам қаза тапқан болуы мүмкін. Тараптар бір-бірін қақтығысты тудырды деп айыптады. Осыдан кейін Қырғыз парламентінің кейбір депутаттары Тәжікстан армиясын бірлескен оқу жаттығулардан шығаруды талап етті. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы ОХШО 1992 жылы құрылған. Қазіргі уақытта оның құрамына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан кіреді. Келісім қақтығыстарды шешуде, табиғи апаттардың зардаптарымен күресуде және сыртқы, оның ішінде әскери қауіптерді тойтару бойынша өзара көмек көрсетуді көздейді. Ұжымдық бітімгершілік күштері жыл сайын бірлескен оқу жаттығулар өткізеді. Шойгудың үлкен төңкерісі. Британ барлау қызметі жексенбі күнгі есебінде аннексияланған Қырым мен Ресейдің Краснодар өлкесін жалғап тұрған Қырым көпіріндегі жарылыс туралы мәліметтерді бағалады. Бұл оқиға Ресей президенті Владимир Путинге қатты тиеді деп жазды Азаттықтың Қырым редакциясы. Қырым Реалии жобасы. Бұл оқиға президент Путинге қатты тиеді. Оқиға ол 70 жасқа толғаннан кейін бірнеше сағат өткен соң болды. Путиннің жеке өзі көпірді ашып қолдады. Құрылыс мердігері оның бала кезден бергі досы Аркадий Ротенберг болды. Кейінгі айларда Путиннің бұрынғы күзетшісі, қазір Росгвардияға жетекшілік ететін Виктор Золотов көптің алдында көпірдің қауіпсіз екеніне сендірген болатын деп жазылған Ұлыбритания қорғаныс министрлігі жариялаған хабарламада. Британ барлау қызметінің мәлімдеуінше, 8 қазанда таңертең жарылыстың салдарынан жолдың бір бөлігі шамамен 250 метр жері түсіп кеткен. Жол қозғалысы ішінара қалпына келгенмен көліктер бұрынғыша көп өте алмайды. Темір жолдың қаншалықты бүлінгені белгісіз, бірақ кез келген ақау оның тасымалдау мүмкіндігіне кері әсер етеді. Ресейдің Украина оңтүстігіндегі күштерін қолдауы қиындай түседі деп жазылған есепте. Британ барлаушыларының айтуынша, жүк тасымалдауға арналған темір жол өткелі 2020 жылы маусымда ашылған. Бірақ аталған бағыт Ресей Украинаға басып кіргеннен кейін әскери техниканың оңтүстікке қарай жылжуында негізгі рөл атқарып келді. Қырым көпірінде жарылыс 8 қазанда таңертең болған. Төтенше оқиғадан кейін Қырымдағы жанармай станцияларында үлкен кезек қалыптасты. Ресей билігі Керчь кеме өткелін іске қосатынын мәлімдеген. Ресей тергеушілерінің болжамынша Қырым көпірінде жүк көлігі жарылған, соның салдарынан темір жолды өрт шалған. 3 адам қаза болған. Ресей билігі 8 қазанда кешке қарай Керчь көпірінде жеңіл көліктер мен пойыз қозғалысы ашылғанын мәлімдеді. Бірақ автобустарды паром арқылы өткізуге уәде берді. Жарылысты ешкім мойнына алған жоқ. Жынға айналған Путин шал. Американдық соғысты зерттеу институтының сарапшылары Путиннің жақын ортасында Ресей президентінің мұқият жасалған имиджіне нұқсан келтіретін айтарлықтай жік пайда болды дейді. ВИВС Америкалық соғысты зерттеу институтының ЭЗЛ сарапшыларына сілтеме жасай отырып, Владимир Путиннің айналасындағы екіге бөліну туралы жазады. Барған сайын есептер Кремльдегі алауыздықты көрсетеді. Басылым Вашингтон Пост басылымымен мысал келтіреді. Онда олар Путинге Украинамен соғыстағы қателіктері туралы тікелей айтқан белгілі бір адам туралы айтады. Айсы сарапшылары Путиннің айналасындағы іргелі келіспеушіліктер және ақырын болса да оның шешімдеріне қарсы шығу әрекеттері туралы есептер Путинді әлсіз және оның үкіметін толық бақылауда емес деп көрсетуі мүмкін дейді. Ең сорақысы, зерттеушілердің пікірінше, бұл қауесет Путин режимінің және Украинамен соғыстың анық жақтастарына жеткен.
Маңыздысы тараған ақпараттың сенімділігі емес, Путиннің осы жылдар бойы жасап келе жатқан имиджіне нұқсан келтіруі маңыздыды дейді сарапшылар. Батыс басылымдары бұл аптада Ресейдегі мобилизациядан қашқан азаматтардың орталық Азияға ағылуы аймаққа қалай әсер ететінін талдады. Басылымдар ресейліктерді әр ел әрқалай қабылдап жатқанын жазды. Сонымен қатар Қазақстан үшін Қытай мен Ресей араздасуы мүмкін бе деген сұраққа жауап іздеді. Мобилизациядан қашқандарға көмек Мәскеу мен Астана қарым-қатынасына қалай әсер етеді? Әл-Жазира телеарнасы Путиннің орталық Азиядағы одақтастары мобилизациядан қашқан ресейліктерді құшақ жая қабылдап жатқанын жазды. Телеарна Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың үкіметке мобилизациядан қашқан ондаған мың ресейлікке көмек көрсетуді тапсыруы Ресеймен қарым-қатынасты айтарлықтай нашарлатуы мүмкін деп топшылайды. Қазақстанның ішкі істер министрлігі 21 қыркүйектен бері елге 100 мыңға жуық Ресей азаматы кіргенін, олардың 3/2-сі Қазақстан арқылы басқа елдерге кеткенін хабарлады. Мақала авторы Мансур Мировалев орталық Азиядағы елдердің ішінен Қазақстан сыртқы істер министрлігі Мәскеу басып алған Украинада аймақтарында өткен референдумдарды мойындамайтынын мәлімдегенін келтіреді. Ресейліктердің енді бір бөлігі Өзбекстанға қарай ағылып жатыр. Әл-Жазира Путинге қарсы шығуға келгенде, Өзбекстан билігі Қазақстан билігімен салыстырғанда әлдеқайда сақ дейді. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияев соғысты қолдағанда, айыптағанда жоқ. Ол Ташкент сепаратистік аумақтарды мойындамайтынын мәлімдеген сыртқы істер министрі Абдулазиз Камиловты отставкаға жіберді. Ташкент әзірге үнсіз. Бұл Мирзияевтің өте сақ екенін, Мәскеу қарым-қатынасын құртып алудан қорқатынын көрсетеді дейді Лондондағы Due Diligence Central Asia талдау орталығының директоры Әлішер Илхамов. Телеарна Өзбекстан үнсіздігіне Ресей сол елде жұмыс істеп жүрген 2 миллионға жуық өзбек еңбек мигранттарын кері қайтаруы мүмкін деп қауіп себеп болуы мүмкін деп болжайды. Авторитарлы Түркменстан бірнеше жыл бұрын Мәскеудің ықпалынан шығып, шекарасын тарс жапты. Ал Тәжікстан мен Қырғызстан Мәскеу бастаған саяси және экономикалық блоктарға кіреді. Бұл елдердің биліктері де соғысты ашық айыптамады және қолдамады. Бұл мемлекеттерге ағылып жатқан ресейліктердің көші толастамай тұр. Осылайша орталық Азия өз тарихында алғаш рет оппозициялық көзқарастағы азаматтарды қабылдап жатыр. Олардың келуі аймақ пен Ресей арасындағы балансты қалай өзгертетінін болжау қиын дейді автор. Халықаралық бейбітшілік үшін Карнеги қорының ғылыми қызметкері Тимур Умаров мұның ұзақ мерзімдегі экономикалық салдарында тап басып айту қиын деп есептейді. Бұл адамдардың қалай бейімделетіні, қалай жұмыс табатыны белгісіз, сондықтан ұзақ мерзімде олар ауыртпалық салуы мүмкін дейді Умаров. Ал Австралияда шығатын Conversation басылымы Ресейден қашқандарды әр ел қалай қарсы алып жатқанына тоқталды. Әуе билеттерінің құны шарықтап, Ресейден ұшатын бірнеше бағыттағы рейске билет сатылып кеткендіктен, жүздеген мың адам құрлық шекаралары арқылы Моңғолия, Қазақстан мен Грузияға қашты. Кептеліс бірнеше шақырымға созылып жатты, және шекара бекеттеріне жетуге 48 сағат кетті. Ақырында олар діттеген жерге жеткенде, үш елдің әрқайсысы Ресей азаматтарын әрқалай қабылдады дейді мақала авторы. Украинадағы Конкордия университетінің профессоры Ричард Фольц. Шығыс Сібірде Моңғолия мен шекарас Бурятия республикасында көп этникалық моңғол тұрады. Кавказдағы басқа ұлттар тәрізді моңғолдарда соғысқа көптеп жіберілді. Моңғолияның бұрынғы президенті Цахиагин Элбегдір Ресейді этникалық азшылықтарды соғыста пайдаланып жатқан үшін айыптады. Ол соғысудан қашқан Ресей азаматтары, әсіресе моңғолдарды елі қабылдайтынына уәде берді. Автор Қазақстанда Ресейден қашқандарға еріктілер тегін тамақ, сим-карта мен темекі таратқанын жазды. Тіпті қонақ үй мен жалдамалы пәтер таппағандарды кинотеатрларда орналастырып жатыр. Ал Путиннің бұрыннан бергі одақтасы президент Тоқаев Мәскеудің соғысын айыптап, Ресей азаматтарына қамқорлық көрсетіп, қауіпсіздігін қамтамасыз етуге уәде берді. Фольцтың жазуынша, Грузия шекарасындағы ахуал мүлде бөлек. Солтүстік Осетия Алания республикасы мен Грузия арасындағы жоғарғы Ларс шекара бекетін дүрбелең мен оппортунизм жайлады. Грузияға кірмек болған көліктер тізбегі 30 шақырымға созылып жатыр. Жергілікті тұрғындар баяу жылжитын көлік кептелісін пайдаланып, ақша жасап жүр. Біреулер кептелістің ана басынан мына басына дейін кофе мен сэндвич сатса, енді біреулер көліктер арасымен жүре алатын скутерлер мен велосипед